Сәлем достар, мен бүгін сіздерге «Слабый герой» деген дораманың 5-6 серияларын қысқаша мазмұндап беретін боламын. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. 5 серия. Асханада отырғанда үшеуі демалыс күндері бір мейрамханаға баратын болып шешеді. Шиин Йониді да алып барайық деп ұсыныс білдіреді. Кейін Бомсок үйінде Йонидың парақшасына кіріп суреттерін қарап отырады. Оның Сухо мен Шиин мен бірге түскен суреттерін көріп бір түрлі болып қалады. Йони, Сухо, Бомсок үшеуі тамақ ішуге келеді. Йони мен Сухоның жақсы араласқандарына қарап Бомсок тағы бір түрлі болады. Достарын Йонидан қызғанып жүрме түсініксіз. Кейін Шиин да оларға келіп қосылады. Сол кезде Бомсок үшеуіне қарап өзін артық адам ретінде сезініп қалады. Сосын олар барлығы караокеға келеді. Бомсок сыртқа сусындар алуға шыққанда оны бұрынғы сыныптастары көріп қалады. Ол олардан тығылып қалады. Олар болса Бомсокқа қоңырау шала береді. Оны Йони алып сөйлесіп тұрғанда Бомсок келіп телефонды жұлып алады да Йониға айғайлап ашулана жөнеледі. Оны Сухо сабырға шақырып Йонидың артынан кетеді. Сол кезде Бомсоктың сыныптастары кіріп келеді. Шиин оларға бізде маңызды әңгіме болып жатыр, кейін келіңдер деп айтады. Олар Бомсокқа тағы да кездесеміз деп айтып кетіп қалады. Келесі күні оған әлгі сыныптастары қайта қоңырау шалады. Сосын Бомсок телефонын алып өшіріп тастайды. Шиин мен Сухо Бомсокқа хабарласа алмай екеуі уайымдап Бомсоктың үйіне келеді. Сухо отбасылық суретті қарап тұрғанда Бомсок өзінің асыранды бала екенін айтады. Әкесінің оны ұратын себебі сол екен ғой. Шиин Бомсоктан сенің бір түрлі болып жүргенін әлгі караокедағы балаларға қатысты емес пе деп сұрайды. Сол кезде Бомсок олардың өзін ұрғанын есіне алады да бар шындықты айтады. Сухо оған әлгі балаларға хабарлас, мен оларға сенен кешірім сұратамын дейді. Кейін ол балалар караокеда болғанда Бомсок хабарласып Сухо мен Шиин мен бірге сонда келеді. Бомсок бір балаға менен кешірім сұра дейді. Ол баланың кешірім сұрайтын түрі көрінбейді. Бомсокқа барып дікіндей бастағанда Сухо оның құлағынан тартып Бомсоктан кешірім сұратады. Сол кезде Бомсок достарының қасында өзін мықты сезініп, әлгі балаға атыла жөнеледі. Бірақ Сухо оны тоқтатып алып кетеді. Бомсок Сухоға сен неге маған тоқтат деп бұйрық бересің деп айтып кетіп қалады. Әлгі балалар соңында да қоймай оған қайта хабарласып жатады. Бомсок жолда келе жатқанда қазіргі мектептегі сыныптастарын көріп қалады. Сол кезде оның артынан әлгі балалар да келіп қалады. Қазіргі сыныптастары ол балаларды көріп сөйлесуге алып кетеді де олардан ақша сұрап тиіседі. Сосын олар Бомсокпен бірге көңіл көтеретін жерге келеді. Бомсок ақшасын алып шығып, бүгін барлығын мен төлеймін деп ары қарай да көңіл көтереді. Солай 5 серия аяқталады. 6 серия емтиханға 16 күн қалғандағы кезді көрсетеді. Бомсок сабаққа кешігіп келеді. Одан Шиин сен іштің бе деп сұрағанда ол оған жауап бермей басқа сыныптастарына кетіп қалады. Шиин болса оларға қарап отырады. Олар асханада отырғанда Шиин оны шақырып алып оған не болғанын сұрайды. Ол мен кіммен дос болатынымды өзім білемін. Сухо басынан бастап менімен шын дос болмады. Ол маған құл ретінде қарады дейді. Оны Сухо естіп тұр екен. Бомсок оған қарайды да кетіп қалады. Келесі күні асханаға Бомсок пен әлгі сыныптастары келіп кезекке тұрмай алдына тұрып алады. Сухо ашуланып оларға кезекке тұрыңдар дейді. Солай Бомсоктан басқасының барлығы кезекке тұрады. Бомсок болса Сухоға кезекке тұрмаймын дегенде Сухо оны алып итеріп жібереді. Бомсок оған қарайды да басқалармен бірге ашуланып асханадан шығып кетеді. Сосын ол оларға кім Сухоны ұра алады, мен ақшасын төлеймін деп айтады. Біреу оған Уйон деген баланы көрсетеді. Кейін Бомсок сол балаға келіп Сухоның туған күні болатын күні оны ұрып таста, мен саған оның ақшасын беремін дейді. Бірақ Сухо кезінде осы Уйонды жеңіп тастаған екен. Сухо біреуге тапсырысты әкелгенде Йонбин мен достары
келіп, оның мотоциклінің тежегішінің сымын үзіп тастайды. Олармен бірге Бомсокта келген екен. Сухо мотоциклына отырып келе жатқанда тежегіштің істемейтінін байқайды. Жолда әзер дегенде көліктердің арасынан өтіп, мотоциклімен бірге аударылып жерге құлайды. Ол қуанышқа орай аман қалады. Тек аяғын қатты ауыртып алған екен. Келесі күні ол мектепке кешігіп келеді. Сол кезде Бомсоктың жасатқанын білгендей болып, оған көз алмай қарап отырады. Солай Сухоның туған күні болатын күнде келіп қалады. Бомсок оны Уйонмен кездестіру үшін бірнеше рет қоңырау шалады. Бірақ Сухо телефонын көтермейді. Йони мен Шиин оны үйде туған күнін атап өту үшін күтіп отырады. Сол кезде Бомсок Йониға хабарлама жолдайды. Ол оған: мен Сухоға туған күніне тосын сый жасағым келіп еді. Менімен кездесе аласың ба деп алдап шақырып алады. Кейін Сухо келіп, Шиин екеуі отырғанда Сухоның телефонына Бомсоктан хабарлама келеді. Ол Йони менде осы мекенжай бойынша кел деп оған бір мекенжайды жіберіпті. Оны Шиин оқып қойып, Сухоға айтпай оның орнына өзі шығып кетеді. Солай ол Бомсок жіберген мекенжайға келеді. Олар Сухо емес Шииннің келгеніне таң қалып қалады. Ол Йониді алып қашпақшы болғанда, олар оны ұстап алып төбелесіп кетеді. Йони болса полиция шақыртуға жүгіріп кетеді. Шиин оларға өзі жалғыз төтеп беруге қаншалықты тырысқанымен, Уйон деген бала келіп оны ұрып тастайды. Осы бала үнемі осындай рөлдерде ойнайды екен. Интернет желісінде краш актер болып танылып жүрген бала ғой. Йон Бин ары қарайда оны темірмен ұрайын деп жатқанда, Бомсок керек емес, ол маған ештеңе істеген жоқ, оны жіберейік дейді. Йон Бин болса оны тыңдайын деп тұрма, маған оның зияны көп тиді деп оны темірмен ұрғылай жөнеледі. Бұл да бір қоймайды екен. Бомсок оны ұрып жатқанын көріп бір түрлі болып шығып кетеді. Бір кезде олар полицияның келгенін біліп қалып қашып кетеді. Шиин болса үсті басы қан-қан болып жерде жатады. Солай 6-шы серия аяқталады. Келесіде соңғы серияларына қысқаша шолу жасаймыз. Дораманың қалай аяқталатынын білу үшін келесі видеомызды жіберіп алмай каналымызға тіркеліп қойыңыздар.